Қайырлы кеш әріптестер, бүгін біз Bandicam программасында дауысты қалай қосуға болатыны туралы көреміз. Яғни ол үшін Bandicamға кіреміз. Программасына кіргеннен кейін жоғары жақта мына веб-камераның значогы тұр, одан кейін микрофонның и эффект курсор мыши деген бар. Соның астында добавить микрофон деген басамыз. Басқаннан кейін жоғарыда звук, веб-камера, мышь, логотип, текст опции деп тұрады. Звукқа кіреміз. Звукқа кіргеннен кейін запись звукаға галочка қоямыз. Сосын астында параллельно сохранять деген қажет емес. Келесі основное устройствоға звуковое устройство по умолчанию дегенге қоямыз. Келесі дополнительное устройствоға біз ашсаңыз осыны ең төмен жақта микрофон деген бар. Соны басамыз. Басқаннан кейін соның астында громкость деген. Соны максимально 100%-ке дейін қоямыз. Қойғаннан кейін төмен жақта общая звуковая дорожка вместе с основным устройством дегенге галочка қоямыз. Галочка қойғаннан кейін окей басамыз. Енді осыдан кейін тағы да дауыс шықпайтын болса, онда төмен жақта компьютердің төмен жағында, оң жағында динамики деген бар, громкость. Осыған барамыз да мышканың оң жақ батырмасын басамыз. Басқаннан кейін звуки деген шығады. Звуки деген басамыз. Звукиді басқаннан кейін жоғары жақта воспроизведение, запись, звуки, связь деп тұр. Записьті басамыз. Записьті басқаннан кейін мына микрофон менің қосылып тұр. Сондықтан мына жанында жасыл түстер көрдіңіздер ме? Жоғары төмен түсіп жатыр. Яғни менің сөйлеп жатқан кезде олар іске қосылып тұр деген сөз микрофон. Сіздер осы микрофонға 2 рет басып ішіне кіресіздер. Свойствосына кіргеннен кейін общий дегеннің прослушать уровни улучшения дополнительно деген бар. Бірінші общийға кіреміз. Общийға кіргеннен кейін ең төменгі жақта применение устройства деген бар. Сол жерде использовать это устройство, включить дегенді басамыз. Келесі прослушатқа тимейміз. Уровни дегенге кіреміз. Кіргеннен кейін микрофондарымыз максимально апарамыз 100%-ке. Мына жерде қызыл белгілі болатын болса, онда оны алып тастаймыз. Бір рет шертсеңіз, жаңа көк түске айналдырамыз. Келесі усиление микрофона деген жерді максимально децибелға апарамыз. Сіздерде 30 болуы мүмкін, кейбіреулеріңізде 36 децибел болуы мүмкін. Максимально алып барамыз. Сосын улучшениеға барамыз жоғарыда. Улучшениеға барғаннан кейін удаление постоянный сөздердің барлығына галочка қоямыз. Келесі дополнительно кіргеннен кейін монопольный режим. Яғни төмен жақта екеуіне де галочка қоямыз. Содан кейін окейді басамыз. Яғни бұл неден шыққаннан кейін звукиға кіргеннен кейін мына жақта применить деген бар, соны басасыздар. Одан кейін барып окейді басасыздар. Сосын Bandicamды қайтадан іске қосып көресіздер. Егер одан да дауыс шықпайтын болса, онда пускқа барамыз. Пускқа барғаннан кейін панель управления бар. Соны басамыз. Панель управлениені басқаннан кейін оборудование и звук. Яғни менде Windows 2007 2010-да басқаша болуы мүмкін. Сондықтан оборудование и звукты басамыз. Басқаннан кейін барып ең төменгі жақта диспетчер Realtek HD деп тұр, соны басамыз. Басқаннан кейін диспетчердің терезесі ашылады. Жоғары жақта динамик, стерео, микшер, микрофон деп тұр. Осы жерге барлығына динамикаға кіреміз, громкостьті включить етеміз. Яғни мынандай болып тұрса, онда қосамыз. Стерео микшерді солай қосамыз. Микрофонды дауысын осылай мына жерде қызыл болып тұруы мүмкін. Соны қайттан бассаңыз дауыс қосылады. Сосын громкостьті максимально алып барамыз. Окей батырмасын басамыз.
сосын бандикамды іске қосамыз. Іске қосқаннан кейін қарап отырсаңыз, мына жерде көк түс бар. Сол көк түс сіз сөйлеген кезде ғана көтеріліп түседі. Соғанда қарап дауыстың қосылғанын, қосылмағанын білсеңіздер болады. Назарларыңызға рахмет, сау болыңыздар.